Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік. Кешегі наурыздан кейінгі бүгінгі әңгімеміз ары қарай жалғаса түседі. Құрдан құры әңгіме емес, осы қысқа да нұсқа бүкіл Қазақстанға әйгілі Шерхан Мұртаза атамыздың қысқа да нұсқа кішкентай ғана кітабын алғаныма бір 10 жыл болыпты. Бір кем дүние деген. Өзі қысқа болғанмен мағынасы өте терең. Сондай бір ой салатын, бір кем дүниені дер кезінде бақылап түртіп отырған болу керек. Соның бір екеуін сіздерге оқып берейінші. Қазір міне наурызымыз келді, әдемілеп тойладық, әлі де тойлаймыз. Көктемнің келгеніне, жер көктің әдемі құлпырғанына риза болып, күнің жылып, шырайланып, арқа басымыздың кеңейгеніне мәз болып жатырмыз. Осы биылғы жылы, осы оразамен басталған ораза Рамазан айы құтты болсын барлықтарыңызға. Оразаң қабыл болсын, ұстаған жан деген екен. Оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз түзу болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой, не де болса жақсы сөз айтқымыз келіп тұрады. Бір кем дүние. Әулие құс. Тұмаудан құлантаза айға алмасам да, бүгін далаға шығып, о жарықтық, жақсылықтың жаршысындай боп көзге оттай басылған көгілдір наурыз көкті көрдім. Ол жылда мені көктемнен көктемге дейін жетектеп келе жатқан әулие құс. Көрісер көктеміміз көп болсын, әулие наурыз көк. Сен көрінбей қалсаң, сол қиын. Нағыз кем дүние сонда болар. Наурыз көкті жылда күтіп, өзінің аман есендігін, тағы бір жыл өткенін айтқан болу керек деп түсінем өзім. Жуалы жерін, туған жерін кім аңсамайды? Балалық кезде таудың баурайында таза бұлақтан су ішкен ақын жазушымыз, батыр бабамыз өскен. Туған жерің. Тілші менен сұрайды, жұрттың көбі қалада тұрады, сіз неге ауылды аңсай бересіз дейді ғой. Мен наурыз көк, қарлығаш, тағы басқа құстар ерте көктемде сонау жердің түбіндегі Африкадан біздің елге мыңдаған шақырым ұшып жетеді. Немене, сонда Африкада ұя салатын жер жоқ па? Құс екеш құста туған жеріне жер түбінен ұшып жетеді. Ал мен адаммын ғой. Кейбіреулер туған жерінен жерсе, бұл да бір кем дүние шығар. Тоғырына саңғыған сұңқар оңбас, үйірінен безінген тұлпар оңбас деген мақал келтіріпті. Қандай керемет сөздер. Өте көп, барлығымен бөліскім келді сіздермен. Келесі Пифагор біліп айтқан деген әңгімесі. Жақсы заңның болғанша, жақсы әдет ғұрпың болсын деген. Пифагор біліп айтады. Заң әділ болса жақсы, бірақ көбінесе сол заң арбаның оқтығы сияқты қалай бұрсаң солай кетеді. Ал атадан қалған әдет ғұрып бұзылмас. Тәуке ханның тұсында туған 7 жарғы сондай, 7-ақ. Ал біздің парламент шығарып жатқан заңдардың санына жете алмайсың. Саны барда салмағы жоқ. Қандай заңдар шығарып жатқанын депутаттар өздері ұмытып қалады. Парламент өзі шығарған заңның орындалуын қадағаламайды. Сондай да бола ма екен? Бір кем дүние. Енді бұл кісі парламентте депутат болған, оны барлықтарыңыз білесіздер, естігенсіздер, тіл туралы, жер туралы, осы сүйікті Қазақстан туралы айтылған өте көп әңгімелері бар ғой, білесіздер ғой. Кітаптарының өзі бір төбе, қандай керемет адам болған. Ораза намаз тоқтықта деген мақал басыма орала береді тіліме. Неге екенін білмеймін. Бұрынғылар оразаны, намазды, қарын тоқ адам
жаңағы сәресін іше алатын, аузын бекітетін кезде тамағының парылар ғана ұстаған болу керек деп ойлаймын. Соған байланысты болған айтылған мақал ғой деп. Төсектегі намаз. Шариғат бойынша денсаулығы жарамсыз мұсылман намаз парызынан азат. Ал баяғының болысы, бүгінгінің төсек тартқан кеселдісі Мақұлбек 5 мезгіл намазын үзбейді. Оны мен өз көзіммен көрдім. Ертеректе өткен ғасырдың 70-ші жылдары мен Қазыналы Қаратаудың Жаңатас деген қаласына қайта барып, кеншілер арасында болып, жаңа кітап жазып жүрген кезім. Қаратау қаласы мен Жаңатас қаласының арасы 100 шақырымдай жер. Жолдың орта кезеңінде Көктал деген жер бар. Асфальт жолдан жоғарырақ Сүңгі дейтін шағын өзенді бөгіп, су қоймасын салған. Әне, сол су қоймасының қарауылы болады. Үйі қойманың қасында. Баяғы болыс Мақұлбек сол қойманың қарауылы. Қазір төсектен тұра алмайтын кеселге ұшыраған, бірақ арқасын қос жастыққа сүйеп қойып намаз оқиды. Жаратқан құдіреттен не тілейтіні өзіне ғана аян. Ұзын жолдың үстінде ар өткенде, бер өткенде махаңа жолығып, сәлем беруді ұмытпаймын депті. Міне, Аллаға 100% сеніп, намазын қаза қылмайтын қазақтарымыз көп болған ғой. Дәстүрге байланысты, міне, салт дәстүрге байланысты тақырып қой енді менің каналым. Соның ішінде маған ұнаған осы бір әңгімесі ұнады. Жүген алып жүгірген бала дейді. Ұлы Абайдың 150 жылдық тойы еді. Тойдың ең бір сүбелі тұсы ат жарыс қой. Республиканың түкпір-түкпірінен небір сәйгүліктер жиналған, бәйге басталды. Жарыс жолының ең арғы шетінде будка сияқты бірдеңе қараят. Әне, соңғы айналым. Қарагер тұлпар қара нөпірден оқ бойы озып шығып алда келеді жануар. Кенет тіп-тік шаншылған құйрығы сылқ етіп салбырап, дәл қалың халық ортасына отырған тұсқа жете бере қарагер омақаса жығылды. Үстіндегі бала оның басынан аса ұшып түсіп тез түргелді де аттың басындағы жүгенді сыпыра бастап еді. Ауыздығы шықпай, әлгі бала тізгінді жұлқып әрең шығарды да мәреге қарай тұра жүгірді. Бұл кезде оның тұсынан қылаң боз зу етіп өте шықты. Оның соңынан бала да мәреге жете бере жығылдау. Өзі сәл-пәл жетпеген мәреге жүгенді лақтырды. Жүген дәл мәре сызығының үстіне барып топ етті. Бұл кезде қылаң бозда сызықты кесіп өтіп еді. Артынша дүрмек қаптап кетті де бала көрінбей қалды. Жарыстың аяғы дауға, тіпті жанжалға айнала жаздады. Озып келген қылаң боздың иесі оның жақтастары мәре сызығына лақтырылған жүгенді есепке алмау керек деп кергіді. Зорығып құлаған қарагердің жанашырлары мәреге жүйріктің орнына жүген барғанын ата-баба салды деп уәж айтып қасарысты. Сөйткенше бәйге жарыстың бас бақылаушысы микрофон арқылы қылаң боз жарысқа сонау будканың тасасынан соңғы айналымда қосылғанын айтып, не керек бірінші бәйге жүген лақтырған балаға берілсін деп жариялады. Бұл кезде ерең жүйрік қарагердің өлі денесі жол үстінде әлі теңкиіп жатыр еді. Бір кем дүние. Қызықты әңгіме. Тағы бір айтатын ұнаған нәрсе ақшадағы алақан дейді. Жаман ырым, алақан жайған жақсы емес. Игі тілек болса бір жөн. Мемлекетте теңге әлсін өзгеріп жатады. Ақшасының өңі өзгермейтін мен білсем тек ақш па деп ойлаймын. Кешегі кеңес дәуірінде біздің елде жалпақ қағаз ақшада Лениннің суреті болушы еді. Еліміз егемен болған кезеңде теңгеміздің өңі өзгеріп, Әл-Фарабидің, Абылай ханның, Әбілхайыр ханның, Абайдың, Жамбылдың тағы басқа ұлы қайраткерлердің суреттері басылып шығып жүруші еді. Енді сол теңгеге көз үйреніп болмай жатып,
ақшаның өзі өзгеріп шыға келді. Ақшаға жаюлы алақан пайда болды. Не тілейді? Ненің нышаны? Бұл не құбылыс? Кімнің қиялы? Теңгеден суреттері алынып тасталған ұлы әруақтардан кешірімді не деп сұраймыз? Не бетімізбен бір кем дүние. Бидай түйетін келі дейді. Келі, қай келі деген тақырып. Бидай түйетін, тары түйетін, арпаны ақтайтын келі болушы еді. Келімен келісіп баяғы қазақ ауылының үй шаруасындағы басты құралдарының бірі еді. Дәл осы заманда газеттер келі деп жазады. Қай келі десең, кәдімгі орысшадан келген кило екен, яғни килограмм. Ал енді оның келі болып кететін қандай қисыны бар? Күні кешегі келі келісіп қазір қолданыстан шығып қалды деп, оның негізгі мағынасын өзгерте береміз бе? Өткенін ұмытып кетпеу үшін жарықтық Аяз би бабамыз, Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл, деп қаудырақ тонын босаға жаққа іліп қойған екен. Бұл заманда келімен келісіп үйіңде болмаса да музейде тұр. Алдыңа қарап тірлік ет, өткенге қарап шүкірлік ет. Шіркім бір кем дүние, ұмытшақпыз деген екен. Қымыз жайлы жеке бір видео түсіргім келіп еді. Бірақ бір кем дүниенің ішінде де жарықтық қымыз жайлы да тақырып бар екен. Ақтан берді жырау айтты. Арудан асқан жан бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, сарқымыздан асқан дәм бар ма деп. Әулие ғой. Иманы бар әр азамат, әр әкім осыны ойлап, жылқы малын жей бермей көбейтіп, қымызбен жұрттың шөлін қандырса, халықтың 99%-ның денсаулығы жақсарар еді. Жарықтық Жамбыл жәкем айтты. Үйірілген қышқыл тәтті сарғымыз, ауруға ем, сауға қуат дәріғымыз деді. Сол қымыздың қуаты шығар, Жамбыл жәкең жарықтық 100 жасады. Егер біздің елде әкімдердің бәрі Серік Үмбетовтай болса, Қазақстан тұтас дүние жүзіндегі ең дені сау мемлекет болар еді. Серік Үмбетов Жамбыл облысын басқарды. Тараз шаһары түгел қымызға айналды. Серік Үмбетов Алматы облысын басқарып еді, Талдықорған қымызға молықты. Басқалар қайда? Бір кем дүние. Серік Үмбетовтай тағы бір азамат Дархан Мыңбай оңтүстік Қазақстанның Түлкібас ауданының әкімі болып жүргенде Күмісбастау мен Кемербастау баурайында керемет қымыз фестивалін өткізді. Кейін облыс әкімінің орынбасары қызметіне көтерілгенде қымыз мерекесін Шымкенттің өзінде өткізді. Қазір ол мәдениет министрінің орынбасары болып Астанаға келді. Енді еркі есілдің бойында баяғы балуан шолақ, Қажымұқан, Иман Жүсіп заманындағындай Ғалия арудың қымызханасы ашылар ма еді? Әттең бір кем дүние. Көп екен міне, сіздермен бөлісетін әңгіме көп. Шерхан атамыздың бір кем дүниесінде айтылар нәрсе көп. Оны тағы бір келесі бір кездесулерде сіздермен бөлісейін. Әзірге сау саламатта болыңыздар. Келесі жүздескенше.